Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі оқулығындағы жаңа 8-ші сабақпен дауысты және дауыссыз дыбыстармен танысамыз. Бірінші жаттығу: мәтінді түсініп оқы. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйген еді. Әдемі қар қиыршығын айналады. Олардың әрқайсысы әртүрлі. Бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері ерекше. Қыс мезгілі мәтіні дүниетану анықтамалынан алынған. Балалар, қыс мезгілінің өзгешелігі неде? Қыста қар жауады. Біз қардан аққала жасап ойнаймыз. Сосын төбешіктен шанамен сырғанаймыз. Қар қиыршықтары бір-біріне ұқсайды ма? Жоқ, қар қиыршықтары бір-біріне мүлде ұқсамайды екен. Пішіндері ерекше болады екен. Олай болса, балалар, бірінші жаттығуға назар аударамыз. Сурет бойынша мәтін құра. Бұл мәтінге қамқорлық деген тақырып қойсақ болады, балалар? Мысалы, Айжан мен Айдос қыс мезгілінде. Айжан құстарға жем шашып, тамақтандырып жатыр екен. Ал Айдос тиындарды қарап, тамақтандырып, қамқорлықтанып жатыр екен. Міне осылай сурет бойынша сөйлем құрап үйренеміз. Олай болса, келесі 3-ші жаттығуға қараймыз. Өлеңді көшіріп жазамыз. Күзде шөбі жұтаған, қыр көмілді ақ қарға, майыстырып бұтағын, ақ тон киді бақтарда. Өлеңнің авторы Әнуарбек Дүйсенбиев. Балалар, өлеңді көшіріп жазамыз. Одан кейін дауысты дыбыстардың астын сызып көрсетеміз. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.